Алматы технологиялық университеті. Биотехнология және химиялық технологиялар факультеті. Қолданбалы биотехнология кафедрасы. Курстың атауы жалпы фармакология. Ұйымдастырылған профессор Желдібаева Айнұр Амангелдиновна. Дәріс 2. Фармакодинамика мен фармакокинетиканың клиникалық аспектілері. Дәріс мазмұны. Фармакокинетика. Анықтамасы және мақсаттары. АДМИ принципі. Клиникалық маңызы. Сіңірілуі, таралуы және метаболизм. Шығарылуы және параметрлер. Фармакодинамика. Анықтамасы және түсініктер. Рецепторлар, С, елу, эффикаси. Әсер ету механизмдері. Доза концентрация әсер моделі. Клиникалық қолдану. Фармакокинетика. Дәрілік заттардың ағзаға сіңірілуі, таралуы, метаболизмі және шығаруын зерттейтін фармакологиялық саласы. ADME. Сіңірілу, таралу, метаболизм, шығаруы. Және параметрлер. Фармакокинетика анықтамасы және мақсаты. Фармакокинетика дәрілік заттардың ағзаға енгізілгеннен кейінгі сіңірілуі, таралуы, метаболизмі және шығаруын зерттейтін фармакология саласы. Бұл процестер дәрілік заттың плазмадағы концентрациясының уақыт бойынша өзгерісін анықтайды және оның терапевтік әсерінің басталуы, ұзақтығы мен қарқындылығына тікелей әсер етеді. Фармакокинетика ADME принципіне негізделеді, яғни A. Сіңірілу, дәрілік заттың ағзаға түсуі және жүйелі қан айналымына өтуі. D. Таралу, қан айналымынан тіндерге және мүшелерге таралуы. М. Метаболизм, бауырда және басқа мүшелерде биохимиялық өзгерістер. И. Шығарылу, бүйрек, өкпе, нәжіс арқылы ағзадан шығарылуы. Фармакокинетиканың клиникалық мақсаттарына мыналар жатады. Дозаны дұрыс таңдау, терапевтік диапазонды анықтау, жанама әсерлерді болжау және дәрілердің өзара әсерін бағалау. Дәрілік заттардың сіңірілуі. Сіңірілу дәрінің ағзаға түсуі және қанға өту процесі. Ол әртүрлі жолдармен жүзеге асады. Пероральды, асқазан ішек жолы арқылы.
Ең кең таралған, ыңғайлы, бірақ бірінші өту эффектісі бар. Перинтеральды, тікелей қан айналымына тез әсер, 100% бойжетімділік. Ингаляциялық, өкпе арқылы тез сіңірілу, жергілікті әсер. Трансдермалды, тері арқылы баяу, ұзақ әсер. Гормондар, нитраттар. Бойжетімділік, дәрінің қанға жеткен мөлшері. Көктамыр арқылы енгізілген дәрілерде ол 100% болады. Ал ауыз арқылы қабылдағанда төмен болуы мүмкін. Сіңірілуге әсер ететін факторлар: дәрілік форма, тамақтың болуы, pH деңгейі, метаболизм. Биожетімділік дәрілік заттың тиімділігін анықтайды. Төмен биожетімділігі бар дәрілерді жоғары дозада немесе басқа жолмен енгізу керек. Таралу және метаболизм. Таралу көлемі. Дәрілік заттың қан плазмасындағы концентрациясына тең болу үшін ағзада ерітуге қажетті сұйықтықтың салыстырмалы көлемі. Доза мен бастапқы концентрациясының қатынасына тең. Бұл процесс таралу көлемін сипаттайды. Сонымен қатар дәрінің белоктермен байланысу маңызды. Өйткені тек бос фракция ғана белсенді болады. Метаболизм. Метаболизм көбінесе бауырда жүреді. Ол дәріні суда еритін формаға айналдырып, ағзадағы шығаруға дайындайды. Бұл процесс екі фазадан тұрады. Бірінші фаза – функционализация. Оксидтеу, қалпына келтіру, гидролиздеу. Әдетте белсенділігі төмендейді. Екінші фаза – конъюгация. Глюкокаротиндеу, сульфаттау, ацетилдеу. Гидрофильділік артады, бүйрекпен шығаруға дайын. Метаболизмге әсер ететін факторлар: жас, алкоголь, генетика, дәрілік өзара әсер. Бауыр функциясы бұзылған науқастарда метаболизм баяулайды. Дозаны төмендету керек. Белоктермен байланысу дәрежесі басқа дәрілермен босап шығуға әкелуі мүмкін. Шығарылу және фармакокинетикалық параметрлер. Дәрілердің негізгі шығару жолы бүйрек, сонымен қатар өкпе, нейрис және тер арқылы да шығарылады. Бүйрек арқылы шығарылу гломерулярлық фильтрация, пассивті процесс, тек бос фракция фильтрланады. Түтікшелік секреция, белсенді транспорт, қышқыл және негіз жүйелері. Бәсекелестік мүмкін. Түтікшелік реабсорбизация, пассивті диффузия, липофилизаттар, pH-ке байланысты. Фармакокинетикалық негізгі параметрлерге жартылай шығарылу кезеңі, клиренс және аудан және тұрақты концентрация жатады.
жартылай шығарылу кезеңі концентрацияның 50% төмендеу уақыты. Клиренс біркелкі уақыт тазартатын қант көлемі. Аудан концентрация уақыт қисығы астындағы аудан. Тұрақты концентрация көп реттік енгізуден кейінгі тепе-теңдік. Фармакодинамика дәрілік заттардағы ағзаға әсері, рецепторлармен байланысты және фармакологиялық әсерлердің механизмі. Рецепторлар агонистер, антагонистер, аллолистерлік модуляторлар. Доза әсері ES50, эффикаси, патенттілік, терапевтік индекс. Фармакодинамика дәрілік заттардың ағзаға физиологиялық және биохимиялық әсерін, рецепторлармен байланысын және фармакологиялық әсерлердің молекулалық механизм зерттейтін фармакологиялық саласы. Фармакодинамика дәрілік заттың концентрациясы мен оның терапевтік және токсиалдық әсерінің арасындағы байланысты зерттейді. Рецептор түсініктері. Рецептор дәрілік заттар байланысын молекулалық мишень. Агонист рецепторды белсендіріп физиологиялық жауап тудырады. Антагонист рецепторға байланысып агонист әсерін бәсекелес емес түрде шешеді. Аллостерлік модулятор басқа сайтқа байланысып рецептор конформациясын өзгертеді. Негізгі параметрлері 50% эффективті концентрация, максимал әсерінен 50% тудыратын концентрация. Максималды эффект дәрілік заттың тудыра алатын максималды фармакологиялық жауабы. Терапевтік индекс қауіпсіздік шекарасын көрсететін параметр. Патенттілік пен эффикаси әртүрлі параметрлер. Патенттілігі жоғары дәрі аз доза әсер етеді, ал эффикаси жоғары дәрі күштірек терапевтік нәтиже береді. Дәрілік заттардың әсер ету механизмі. Рецепторларға әсер. G белокқа байланысқан рецепторлар. Иондық арналар. Ферменттік рецепторлар. Екінші, ферменттерге әсер. Инибиторлар, активаторлар, субстраттар. Үшінші, жасуша мембранасының әсері. Анестетиктер, антибиотиктер, амфотерицин Б. Төртінші, тікелей химиялық әсер. Антоциттер, фелаттар, цитоксикалық препараттар. PK/PD модельдеу және клиникалық қолдану. Доза концентрациясы және концентрация әсері арқасында зерттейтін фармакология саласы. Байланыс түрлері тікелей байланыс, жанама байланыс, тікелей жауап, жанама жауап. Терапевтік мониторинг мақсаты плазмалық концентрацияны бақылау, қажеттілігі тар терапевтік индекс бар дәрілер. Фармакодинамика дәрілер терапияның тиімділігі мен қауіпсіздік ғылыми негіздері. АДМ и сіңірілу таралу, метаболизм және шығару процестерін түсіну. Дәрілік заттардың ағзадағы қозғалысын болжауға мүмкіндік береді. Доза концентрациясы әсер байланысын зерттеу оңтайлы дозалау режимін анықтаудың кілті. Жекелендірілген терапия. Фармакогенетика жас мүше функция ескерілетін жеке дозалау қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Назарларыңызға рахмет.